Күні кеше Әділжан Омаров кезекті бейнебаян түсірді. Бұл жұмыс әншінің алдыңғы бейнеклиптерінен өзгеше. Өйткені оның көп бөлігі видеодан құралған. Алайда Әділжан онда әдеттегідей жалғыз емес, серігімен бірге билейді. Бұл бейнебаянның 80% хореографиядан тұрады. Біз биді қателеспесем 2 ай үйрендік. Мүмкін одан да көп уақыт кетті. Өйткені қызбен жұп болып билеу өте қиын екен. Мен білмеппін оны. Сахнаға тек жігіттермен шығып жалғыз билейтінмін. Жалғыз билегенге бой үйреніп қалған Әділжан үшін бұл оңайға соққан жоқ. Сондықтан жұмыс барысында әнші біраз қиындықтарға тап болды. Бұл жерде көңіл аударатын нәрсе көп. Мысалы, сен қолыңды қалай бердің, ол саған қалай секірді. Бұның бәрі бір-біріне байланысты. Сондықтан өте қиын болды. Мен керісінше оңай болатын шығар деп едім. Басында биді 2 аптада дайындап тастаймыз деген ой туындаған. Сол кезде наурыз айында шығатын еді. Бірақ қайдам. Бұл хореографияны әнші 2 ай бойы дайындады. Ал түсірілім барысында оны 30 шақты рет қайталаған. Шамасы артық салмақтан құтыла алмай жүрген кейбір өнер иелеріне қарағанда Әділжан суға шомылу маусымына дайын секілді. Біз бүгін таңғы 9-дан бері жүрміз, қазір сағат кешкі 5. Осы уақыт аралығында әбден биледік. Енді қанша рет билегенімізді ұмытып та қалдым. Нақты 22 рет қайталағанымды білем, ал ары қарай санаған жоқпын. Айтпақшы, Омаров бейнебаянды «Сен үшін» атты композицияға түсіруде. Оны әнші осыдан жарты жыл бұрын жазған, бірақ бейнеклиппен енді ғана жарыққа шығармақ. Әнді жазғаныма жарты жылдан аса уақыт өтті деймін. Ол лирикалық әдемі махаббат жайлы туынды. Бірақ жылайтын махаббат емес, бәрі жақсы, керемет екенін білдіретін композиция. Маған бақыт сыйлағанына алғысымды білдірем. Бұл махаббат жайлы туынды, алайда бейнебаянда бәрі көріп үйреніп қалған қайғылы махаббат сезімі бейнеленбейді. Керісінше өте терең, нәзік әрі позитивті болмақ. Әрине, бейнеклиптің сюжеті де сондай. Бірінші минутында love story көрсетеміз. Оны басқа күні түсіріп тастағанбыз. Бүгін басты кадрларды жасаймыз. Ол хореография. Біздің биіміз сол сезімдерімізді жеткізеді. Айтпақшы, бейнебаянда Әділжанмен бірге билейтін арудың есімі Марго. Ол кәсіби биші. Басында осы қыздың рөліне Омаров танымал өнер жұлдыздарының бірін алғысы келген. Алайда олардың биін көріп, бұл ойыннан айнып қалыпты. Кішігірім іріктеу өткізгенбіз, бірақ ақыры одан түк шықпайтынын түсіндік. Себебі басқа адамды алсақ, бұл биді 1 жыл үйренетін едік. Сондықтан кәсіби мамандарға жүгіндік. Ендеше Әділжан Омаров пен кәсіби мамандардың жұмысын жақын арада Гәкку арнасының эфирінен бірінші болып тамашалайтын боласыздар. Сондықтан күтіңіздер.